Екінші қыркүйекке арналған күнделікті жұлдыз жорамал. Күнделікті жұлдыз жорамалыңызды бірінші болып естіп отыру үшін каналға тіркеліп, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Сол кезде сіз бірінші болып еститін боласыз. Лайк басып, комментарий қалдырсаңыз қуанып қаламыз. Тоқта, сіз айналаңыздағы адамдарды жеңуге шебер боласыз. Олар сізді жарты жолда қарсы алады және кез келген мәселеде сізге көмектеседі. Әріптестер мен басшылықтың алдында беделіңізді нығайта аласыз. Келіссөздер сіздің барлық тараптардың мүдделерін түсіну және ескеру қабілетіңіздің арқасында сәтті болады. Кейбір тоқтылар табыстың қысқа мерзімді өсуін сезінеді. Түстен кейін асықпауға және қорытынды жасауға асықпауға тырысыңыз. Әрбір шешімді мұқият ойластырыңыз. Бірінші ой әрқашан дұрыс бола бермейді. Іскерлік қарым-қатынастар романтикалық қатынастарға ауысуы мүмкін. Торпақ жылжымайтын мүлік мәселелерін шешуге қолайлы күн. Ұзақ сапарлар мен іс-сапарлар қолайлы болады. Мәмілелер тиімді, келіссөздер нәтижелі болады. Кейбір торпақтар перспективалы ұсыныстар алады. Сіздің іскерлік рухыңыз жағымсыз жағдайдан шығудың жолын табуға көмектеседі. Кешке үй шаруасымен айналысып, жақын адамдарыңыздың мәселелерімен айналысуыңыз керек. Айыптаулар мен қақтығыстардан аулақ болыңыз, өрескел жиектерді тегістеуге тырысыңыз. Өзара түсіністікке қол жеткізу оңай болмайды, бірақ қаласаңыз, сіз мұны істей аласыз. Егіздер, таңертең бастықтың көзіне түспеуге тырысыңыз. Әріптестермен ортақ тіл табуда жақсы нәтиже бермейді. Мүмкін болса, нәтижелері тек сіздің күш-жігеріңізге байланысты болатын әрекеттермен айналысыңыз. Бірте-бірте сіз жұмыстық көңіл-күйге түсесіз және күн жақсы дами бастайды. Көптеген егіздер ұзақ уақыт бойы ешкімді айналып өтпеген мәселелерді шешудің ерекше тәсілін таба алады. Сіз бұрын жанжалдасып немесе бір-біріңізді жақсы түсінбеген адамдармен қарым-қатынас орната аласыз. Шаян, сізде көптеген әңгімелер, хаттар және телефон қоңыраулары болады. Жұмыспен қатар отбасылық мәселелерді шешуге тура келеді, бірақ сіз бәрін сәтті жеңесіз. Әріптестеріңізбен әңгімелесуге аз көңіл бөліңіз, әйтпесе қалыпты жұмыс ырғағына ену қиынға соғады. Көптеген шаяндардың жоғары бағаланатын құнды идеялары болады. Күннің екінші жартысы күрделі мәселелерді шешуге аса қолайлы емес. Күнделікті істермен айналысып, құжаттарыңызды ретке келтіруге болады. Жақын адаммен сөйлескенде тез шешілетін кейбір түсініспеушіліктер болуы мүмкін. Арыстан, таңертең маңызды істерді бастамаңыз. Сіз шамадан тыс импульсивтілікке және бөртпе әрекеттерге бейім боласыз. Әріптестеріңізбен жанжалдардан аулақ болыңыз, бұл сіздің мақсаттарыңызға жетуге кедергі келтіреді. Әдеттегі тапсырмаларыңызды орындаңыз және уақытыңызды бөліңіз. Уақыт өте келе, оң үрдістер айтарлықтай байқалады. Өзіңіздің дұрыс екеніңізге басқаларды сендіре аласыз. Сіз қажетті дәлелдерді таңдайсыз және эмоцияларыңызға ерік бере алмайсыз. Отбасылық арыстандар кешті жақын адамдарының ортасында өткізу керек. Бұл сізді тыныштандыруға және демалуға көмектеседі. Бикеш, сіздің сүйкімділігіңіз бен жақсы мінез құлқыңыз айналаңыздағы барлық адамдарға жағымды әсер қалдыруға мүмкіндік береді. Сіз сенімді серіктестер ала аласыз, олардың көмегі жақын арада пайдалы болады. Уақытты босқа өткізбесеңіз, болашақ табыстың негізін қалауға мүмкіндік бар. Сауда сәтті болады және үлкен қуаныш әкеледі. Кеш романтикалық кездесуге өте ыңғайлы. Қарым-қатынаста жақсы жаққа өзгерістер болады. Жаңа танысуға ашық адамдар қызықты адамдармен кездейсоқ кездесулерге ие болады. Таразы, барлығы сіз ойлағандай бола бермейді. Бірақ сіз жағдайға тез бейімделіп, жаңа мүмкіндіктерді пайдалана аласыз. Түйсік сізге дұрыс шешім қабылдауға көмектеседі. Конструктивті ұсыныстарды алға тартып, оларды жүзеге асыруға қолайлы күн. Айналаңыздағылар сіздің ынтаңызды жұқтырады және сіздің идеяларыңызды жүзеге асыруға көмектеседі. Кейбір таразылар әріптестермен әдеттен тыс қарым-қатынаста болуы мүмкін. Кешке жоспарланбаған сатып алулар жасамау керек. Сіз шынымен құнды затты таңдай алмайсыз. Саршаян, сіз күрделі нәрселерді түсінуге және жаңа дағдыларды үйренуге қабілетті боласыз. Біліктілікті арттыру немесе емтиханға дайындалу үшін қолайлы күн. Сіздің алдыңызда қызықты перспективалар ашылады. Қол қойылған келісім шарттар сіз күткеннен де тиімдірек болады.
Заңды құжаттарға қатысты мәселелерді сәтті шеше аласыз. Үстелген көңіл күйіңізді бұзбау үшін ұсақ түйекке ілінбеуге тырысыңыз. Тітіркенудің жоғарылауы жанжалдың көзіне айналуы мүмкін. Бірақ эмоцияларыңызды ұстасаңыз, кеш жақсы өтеді. Мереген кез келген тосын сыйларды жеңуге көмектесетін эмоционалды көтерілуді сезінесіз. Шетелдік серіктестермен мәмілелер жасау үшін қолайлы күн. Жылжымайтын мүлікке қатысты мәселелерді шеше алады. Қоғамдық шараларға қатысу сізге рахат әкеледі және сіздің имиджіңізге оң әсер етеді. Ықпалды адамдармен болашағынан үміт күттіретін танысулар да жоққа шығарылмайды. Олардың кейбіреулері жақын арада сізге пайдалы болады. Көптеген мергендер жақын адамынан тосын сый күтеді. Кеш сіз бұрыннан армандаған қосымша нәрсені сатып алу үшін қолайлы. Тәуешкі әрбір қадамды мұқият ойластырыңыз. Қателік жасап өкіну ықтималдығы жоғары. Жаман адамдарыңыз сізге зиян тигізуге тырысады. Дегенмен олардың табысқа жетуі екіталай. Маңызды шешімдер қабылдаудан аулақ болыңыз. Сіз күмәнді мәмілелерге бармауыңыз керек. Қиын жағдайларда өз құзыреттілігін бірнеше рет дәлелдеген адамдардан кеңес сұраңыз. Жақын адамдар сізді қолдап, көңіліңізді көтеруге тырысады. Олармен маңызды мәселелерді талқыламаңыз, керісінше жағымды нәрсе жасаңыз. Бұл жұмыстағы қиындықтардан арылуға көмектеседі. Су құйғыш, шабыт, интуиция және қиял сізге ұзақ уақыт бойы ешкім шеше алмаған көптеген мәселелерді шешуге көмектеседі. Инсайт ең жақсы болады және тіпті сіз ешқашан келісе алмайтын адамдарға көзқарас табуға көмектеседі. Ықпалды адамға кішкене жақсылық жасауға мүмкіндік туады. Оның алғысы өте жақсы болады. Отбасылық су құйғыштарға жақын адаммен ақша мәселелерін талқылау зиян тигізбейді. Әңгімелесу оңай болмайды, бірақ оның нәтижелері сіздің әл-ауқатыңызға ғана емес, қарым-қатынасыңызға да оң әсер етеді. Балықтар, бұл күн бизнесте айтарлықтай серпіліс әкелетіні екіталай. Бірақ таныс тапсырмалармен күресу әдеттегіден оңайырақ болады. Әріптестер мен іскер серіктестермен қарым-қатынас жақсы болады. Сіз барлығына пайдалы шешімдер ұсына аласыз. Көптеген балықтар әдетте дауласатын немесе жанжалдасып жүрген адамдармен қарым-қатынас орнаталады. Күннің екінші жартысы аздап қарбалас болады. Біз тұрмыстық мәселелерді шешуіміз керек. Кішкентай, бірақ маңызды бөлшектерді назардан тыс қалдырмау үшін абай болыңыз.